Ассалаумағалейкум құрметті ағайын, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Сонымен біз бұл жерде қазақ халқының тарихы жайлы, оның ішінде қазақ хандарының атасы Шыңғыс хан және оның тарихы, оның жүріп өткен жайлы, ата бабасының шежіресі жайлы айтатын боламыз. Өткен тақырыпта біз Шыңғыс ханның арғы ата бабалары Домбағұл менен Табынбаян жайлы айтқан болғанбыз. Яғни Домбағұл менен Табынбаянның руы, елі қай елден қай рудан шыққандығын айтқанбыз. Яғни Домбағұл менен Табынбаян қазақтың жалайыр руынан, оның ішінде төре руынан екенін айттық тарихи деректерге сүйене отырып. Соныменен осы Домбағұл менен Табынбаянның 5 ұлынан қазақтың көптеген ру тайпалары тарағандығын да көріп отырмыз. Оның ішінде бұлардың ең кенже ұлдары Бөтен Сарыдан, яғни бүкіл қият ру тайпалары, қият ру тайпалық одағына кірген ру тайпалары өте көп екендігін, көп тарағандығын көріп отырмыз. Яғни Бөтен Сарыдан, Шыңғыс ханның 10-шы ата бабасы Бөтен Сарыдан, яғни сонымен Бөтен Сарыдан бастап сонау Шыңғыс хан, одан кейін Кенесары ханға шейін шежіресі яғни анықталып айтылып отыр осы. Соныменен бүгінгі тақырыбымыз, айтайық дегеніміз, Шыңғыс ханның арғы ата бабаларының шежіресі, яғни арғы шежіресі неден алып отыр? Тарихи деректерде, яғни мысалға Ақсақ Темірдің Жиһангердің өмірбаяны атты кітабында Шыңғыс хан өзінің ата бабасының шежіресін сонау қазақ Алашаханнан алып отыр. Яғни орысша аудармаларда Алуджа хан, Буладжа хан, Алинча хан деп бұрмалап, қасақана бұрмалап жазғанын көріп отырмыз. Шындығында ол кәдімгідей Алашахан. Алашахан болса, қазақ Алашахан болса, ол Батыр түріктің 5-ші ұрпағы. Яғни егер айтып өтсек, Адам ата Хауа ана, ол кісілерден Нұх пайғамбар, Нұх пайғамбардан кейін Нұх пайғамбардың 3 баласы болған: Афет, Самрам, яғни Афеттің, яғни түркі халықтарында Афетті Афрасияп тоңалып дейді, яғни үлкен алып адам болған. Яғни сол Афрасияп тоңалыптан 9 баласы болған, яғни ең үлкені түрік, Батыр түрік немесе Абыл түрік деп жатады. Сол Абыл түріктен кейін Жайылхан, Жайылханнан кейін Қарахан, Қараханнан кейін Оғыз хан. Оғыз ханның 6 баласы болған. 6 баласының 3-шісі, яғни Жұлдыз ханның 4 баласы болған, яғни Ошар, Қазақ, Бегділ, Қаршақ. Яғни Жұлдыздың 2-ші баласы Қазақ. Бүкіл Туран даласының билеушісі болған. Яғни ол өте ұзақ ғұмыр өмір сүрген адам екен. 100-ден асқанша билік құрған. Кейін билігін өзінің балаларына қалдырған, ұрпақтарына. Өзі болса диуаналық құрып кеткен екен. Яғни ел қыдырып, ел аралап 100-ден асқан сағында. Сол себепті осы қазаққа, яғни Алашаханға қазақ деген лақап атып қойылған екен. Қазақ деген, яғни қазақ деген сол тарихи деректерде жазылады. Қазық деген сөз екен. Қазық, яғни орысша аударған кезде приграничный столб деп аударған екен. Яғни шекаралық аймақтағы қазық, яғни шекаралық аймаққа барып тұратын халықтар, ру тайпаларды, түркі халықтарда, яғни шет аймақтарда тұратын халық, ру тайпаларды түркілер қазақ деп атаған. Мысалға Керей мен Жәнібек Әбілқайырдан бөлінген кезде шет аймаққа барған, яғни шекаралық аймаққа. Ол Моғолстан менен Әбілқайыр мемлекетінің екі ортасында, яғни Шу бойының өзенінің маңайында шекаралық аймақта орналасқаннан кейін
оған қарасты халықты басқа халықтар, ру тайпалар, көшпелі түркілер, жалпы түріктер қазақ деп атап кеткен, яғни қазақ. Яғни ал енді қазақ Алашаханның екі баласы болған екен. Ол Мұғул хан менен Татар хан. Кейін екеуі бүкіл ұлы Тұран даласына осы Мұғул хан менен Татар ханның ұрпақтары билік жүргізген екен. Мұғул ханның 9 баласы, Татар ханның 8 баласы болған екен. Кейін қанша жылдар, ғасырлар өткеннен кейін Мұғул хан менен Татар ханның ұрпақтарының арасында соғыс басталып кеткен екен. Бұл соғыста Татар ханның ұрпақтары жеңіске жетіп, Мұғул ханның барлық ұрпақтарын қырғынға ұшыратып, жоқ қылып жіберген екен. Яғни Шыңғыс хан және де біздің қазақтың ру тайпалары, Қыпшақ болсын, Найман болсын, Керей болсын, Үйсін, Дулат, Қоңырат, Қияттар, біз айтып отырған осылардың барлықтары кімнен тараған екен? Яғни Татар ханнан тараған екен. Яғни барлық қазақтың ру тайпалары қазақ Алашаханның екінші баласы Татар ханнан, яғни Шыңғыс хан заманында барлық қазақтың көшпелі тайпалары өздерін кімбіз деп атаған? Татармыз деп атаған. Татар деген сөзді аударға анықтайтын болса, ол дат деген сөз датқа, яғни т емес д деп айтылу керек. Даттар, яғни датқалар. Датқа деген 19 ғасырларда көптеген қазақтың билеушілері датқа атағын алған. Датқа, яғни ол датқалардың, яғни қалаға кәдімгідей әкім болған, белгілі бір қалаға, және де далалық аймақтарының өзінің жерлері, өзінің руларының кәдімгідей билеушілері болған. Яғни қалалық аймаққа да, далалық аймаққа да билік жүргізген адамдарды немесе ру тайпаларды кім деп атаған? Датқалар деп атаған, яғни даттар. Яғни Шыңғыс ханның заманындағы ру тайпалар көбінесе мына Ұлы Жібек жолының бойындағы қалаларға және мына Жібек бойындағы керуен жолдарына өздерінің биліктерін жүргізген, және ұлы далада, далалық аймақтарда билік жүргізгеннен кейін олар өздерін мақтанышпен кімбіз деп атаған? Өздерін даттармыз немесе татармыз деп атаған. Яғни көшпелі қара татар, жабайы татар, ақ татар деп сөйтіп аталған. Кейін Мұғул, яғни татардың ағасы Мұғулды, яғни Мұғул емес, Мұңыл деу керек. Мұңыл, мың, ң әрпі. Яғни Мұңылдың атын жаңғыртқан, Шыңғыс ханның заманында атын жаңғыртып, яғни Мұңылдың 2 баласы тірі қалған екен. Ол Қият пенен Нұқыс, содан міне біз қияттар тарап отырмыз деген не таратқан, яғни сондай орысша легенда дейді ғой, яғни сондай лақап тарих таратып, соныменен Мұғул, кейін Мұғулстан деген мемлекет болған. Яғни ол тура Шыңғыс ханның туып өскен өлкесінде Мұғулстан, яғни тарихи деректерде сөйтіп жазылып жатады. Шыңғыс ханның туған өлкесі Мұғулстаннан осындай ғалымдар келді, немесе Шыңғыс хан туған өлкесі Мұғулстанға қайтып келді деп кәдімгідей Мұғулстанды айтып жатады. Ол қазіргі Жетісу облысы, Жамбыл облысы, Шығыс Түркістан немесе Шыңжаң аймағы, қазіргі Қытайдағы Алтай аймағы, Шығыс Қазақстан, Абай облысы, қазіргі Семей, Өскемен, Павлодар, Қарағанды аймағының біраз бөлігі, Жамбылды айттық, Шымкенттің Шымкент, яғни оңтүстік Қазақстан облысының жарты бөлігі осы Мұғулстан жері болған екен. Болған Мұғулстан, яғни мұғулдардың тұрып жатқан, яғни мұғул татарлардың, яғни ежелгі қазақтың ру тайпалары осы аймақта тұрып жатқан. Ешқандай Моңғолияда, ешқандай
Моңғолия жерінде тұрмаған, Моңғолия деген атау деген аты болмаған, тек тарихи деректерде Моғолстанды ғана айтып жатқан. Соныменен баршамызға өздеріміз түсінгеніміздей, Шыңғыс хан өзінің шежіресін, яғни кәдімгідей тарихи кітаптарда анықтап жазып кеткен. Бұлай деп таратылады екен. Тағы да қайталап өтеміз. Адам ата Хаван, анамыздан кейін Нұх пайғамбардың үлкен ұлы Афет. Түркі халықтары, қазақтар оны Афрасияп Тоңалып деген үлкен ірі адам болған екен ол кісі. Ол кісіден 9 баласының ең үлкені түрік, батыр түрік немесе абыл түрік, одан Жайылхан, одан Қарахан, Қараханнан кейін Оғыз хан, Оғыз ханның 3-ші баласы, 6 баласы болған, оның 3-ші баласы Жұлдыздан. Жұлдыздың 4 баласы болған, Ошар, Қазақ, Бегділ, Қаршақ, яғни Қазақ Алашаханның 2 баласы болған, Моғол хан менен Татар хан. Осы Моғол хан менен Татар ханнан біздің қазақтың ру тайпалары тарайды. Негізі біз Моғол ханнан тарадық деп, мына қазір Үйсін ру тайпалық одағына кірген ру тайпалар өздерін осы Моғол ханға жатқызады. Біз Татар ханнан тарадық деп, Алшын ру тайпасынан тарайтын ру тайпалық одақтар, яғни осы Үйсін менен Алшын ру тайпалық одақтар біреусе Моғол ханнан тарадық деп, сондай тарадық деп жатса, Татар ханнан Алшын ру тайпалары тарадық деп жатады. Соныменен арнамызға келгендеріңізге рахмет. Лайк басыңыздар, жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді айтып жазыңыздар.